Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен мен Тұрсынай. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазіргі таңда хит болып жатқан сникерс пирогының түспе қосылып жасалған жаңа нұсқада рецептісін ұсынғым келеді. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, осы дәмді пирогты менімен бірге дайындап көріңіздер. Және каналға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Пирогқа қажетті барлық қоспалар видео астында сипаттамада жазылған. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға құрақ қоспаларды, яғни қант, разрыхлитель және де какаоны осылай қосып араластырып аламыз. Кейін бөлме температурасындағы жұмсақ сармаймызды қосып қолымызбен үйкелеп ұнтақ жасап үгілмелі қамыр дайындаймыз. Енді қолымыздың ұшымен сармаймызды араластырып біркелкі болу керек. Бәрін араластырып шығамыз. Енді бір жұмыртқаны қосып үгілмелі қамыр илейміз. Қамырымызды араластырып шығамыз. Біркелкі болып жиналуы керек қамырымыз. Мінекей қамыр осындай жұмсақ болып шығуы тиіс. Енді бетін салфанмен жауып 10-15 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырымыз сонда жұмсақ болып шығады. Сол уақыт аралығында сүзбе салмасын дайындаймыз. Менде дүкеннің 9% сүзбесі, оған қант және де қаймақ қосамыз, және бір жұмыртқа қосып барлығын араластырып шығамыз. Салманы осы уақытта блендер көмегімен біркелкі болғанша естігіңіздер болады. Маған сүзбенің осындай түйіршіктері болғаны ұнайды. Сондықтан тек мен араластырып қойдым. Енді пісіретін формамызды дайындаймыз. Менде форманың диаметрі 26 см. Енді осы формамызға алдын ала дайындап қойған қамырымызды дәл видеода көрсетілгенде 2 бөлікке жайып шығамыз. Мінекей қамырымызды біркелкі етіп жайып шығамыз. Қолымыздың ұшымызбен жан-жағына қолымызбен басып келтіріп аламыз формамызға. Қамырын жарты бөлігін осылай бөліп қолымызбен осылай домалатып, осылай қолымызбен жан-жағына, форманың жанына осылай келтіріп шығамыз. Өз қалауыңызша жасасаңыз да болады. Мен осылай жасап көрдім. Жан-жағына бәріне келтіріп шығамыз формамызға. Мінекей қамырымызды біркелкі етіп жайып шықтық. Енді үстінен сүзбелі массамызды саламыз. Міндетті түрде 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште шамамен 40-50 минуттай пісіреміз. Пирогымызды осылай қасықпен творожный массамызды формаға келтіріп, осылай жайып шығамыз. Пирогымыз піскен соң міндетті түрде бөлме температурасында 1 сағаттай жақсылап суытып аламыз. Және де кейін ганашын дайындаймыз. Мен сүтті молочный шоколадты қолдандым. Водяной баняда молочный шоколадпен сармаймызды ерітіп алдым. Және қуырылған тұзды арахисті қосып, сосын араластырып шықтым. Және пирогымыздың үстінен осылай біркелкі етіп жайып шығамыз. Осылай формамызға арахисімізді шоколадпен араластырғанды қасықпен осылай жайып шығамыз. Сонда пирогымыз әдемі көрінетін болады.
Енді пирогымызды не жарты сағатқа не 1 сағатқа тоңазытқышқа саламыз. Сонда біздің пирогымыз өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Енді бүгінгі менің видео рецептім ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарийға жаза кетіңіздер. Және алдағы уақытта видеороликтерімді алғашқы болып көру үшін менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Тұрсынай. Баршаңызға ас болсын.